Атышулы Ким Кардашьян тұңғышын дүниеге келгенде эмоционалды тұрақсыздықтан зардап шеккен. Депрессия ұшыраған Ким көп ұзамай жаңа трендке ілесіп, плацента жеп кейіннен жағдайының жақсарғанын айтады. Сонымен қатар Кардашьян отбасының жалғыз келіні Blac Chyna өз плацентін жеген. Қытай елінен енген бұл тәсілді Blac босанбай тұрып жоспарлап қойған екен. Танымал Америка актрисасы Холли Мэдисон қызын дүниеге келген кезде плацента жеу шешіміне келеді. Ол баланың жолдасын капсула түрінде дайындатып қабылдаған. Наташа Хэмилтон мұндай шешімге 4-ші баласын дүниеге келген кезде келеді. Ол да плацентін капсула түрінде дайындатып ішкен. Ол өзінің осыдан кейін жағдайының жақсарғандығына сенімді. Америка телевизия жұлдызы Ким Бирман 2013 жылы егіздерді дүниеге келеді, ал плацентін басқалардан өзге смузи түрінде дайындап ішкен.